Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі математика пәнінің 77-ші сабағын бастайық. Бүгінгі тақырып көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Бүгінгі сабақта сіздер көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екенін білесіздер. Оқулықтың 28-ші бетін ашып, номер 1-ші есепті талдайық. Бұл жерде суреттерге қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Шаршыларға назар аударайық. Бұл жерде асыншы есепте әр қатарда 4 шаршыдан болса, онда 3 қатарда неше шаршы бар дейді. Алдымызда шаршылар берілген, 4 шаршыдан 3 қатарға тізіліп қойылған. Осы 3 қатарда неше шаршы бар екен санау үшін біз 4 шаршыны 3 қатарға көбейтеміз. Сонда бізде 12 шығады. Яғни бұл қатарда 12 шаршы бар екен. Келесі оң жақ бөліктегі шаршыларда әр бағанда 3 шаршыдан 4 баған берілген. Барлығы неше шаршы бар екен? Оны табу үшін біз 3 шаршыны 4 бағанға көбейтеміз. Сонда бізде 12 шығады. Осыдан қандай қорытынды жасауға болады? Көбейткіштерді және көбейтіндінің мәндерін салыстыр, не байқадың дейді. Яғни біз көбейткіштерді орын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Әсінші есеп. 12 санында 4-4-тен неше рет бар? 12 санында 3-3-тен неше рет бар? Ал осыны шығарайық. Астында қосымша тапсырма, бөлінділерді жаз және мәндерін тап. Теңдіктерді оқы. Бөлінгішті, бөлгішті, бөліндінің мәнін ата дейді. 12 санында 4-4-тен неше рет бар? Енді 12-ден 4-ті азайтайық. 12-ден 4-ті 3 рет азайтсақ, 0 шығады. Бұл жерде, яғни 12-ні біз 4-ке бөлдік. Сонда 3 шықты. Сонда бізде 12 санында 4-4-тен 3 рет бар екен. Ал енді бөлінділерді жаздық, мәндерін таптық. Бұл жерде бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні 3 шығады. Келесі 12 санында 3-3-тен неше рет бар? Яғни 3-ті біз 0 болғанша дейін азайтамыз. 12 азайту 3, азайту 3, азайту 3 тең 0 болады. Яғни 12-ден 3-ті азайттық 9, 9-дан 3-ті азайттық 6, 6-дан 3-ті азайттық 3, 3-тен 3-ті азайттық 0. Енді осыны бөлінді түрінде қалай жазамыз? Яғни 12-ні біз 3-ке бөлеміз, сонда бізде ол 12 санында 3-3-тен 4 рет бар екен. Сонда бізде 12 бөлінгіш, 3 бөлгіш, 4 бөліндінің мәні болып шығады. Енді біз осыны бөліндіні көбейтумен тексереміз. Яғни біз мысалы 3-ті 4-ке көбейтсек 12 шығады. 4-ті 3-ке көбейтсек 12 шығады. Сонда көбейту мен бөлу өзара кері амалдар болып табылады. Яғни біз мұнда 12-ні 4-ке бөлдік 3 шықты. Енді оны 3 пен 4-ті немесе 4 пен 3-ті көбейткен кезде 12 шығады. Кері амал құрастырдық. Келесі номер 2, 28-ші бет. Теңдіктерді зертте қорытынды жаса дейді. 4 пен 3-ті көбейткенде 12 шығады. Және 3 пен 4-ті көбейткенде 12 шығады. Бұл жерде бізде көбейткіштердің орнын ауыстырдық. Бұл жерде 4 пен 3-ті көбейтсек, бұл жақта көбейткіштерді ауыстырдық. 3 пен 4 шықты 12, екеуінде де 12 шығыптыр. Енді бөлу амалымен орындаймыз. Яғни 12 бөліндінің көбейтіндінің мәнін біз көбейткіштерге бөлеміз. 12-ні 3-ке бөлдік 4 шықты, және 12-ні 4-ке бөлдік 3 шықты. Сонда
Біз көбейту мен бөлуге берілген теңдіктердің өзара байланысын түсіндіріп шықтық. Яғни біз біріншіде көбейттік, көбейткіштердің орнын ауыстырдық, одан кейін көбейтіндінің мәнін көбейткіштерге бөлдік. Келесі, бұл жерде әр теңдікпен өзара байланысты теңдіктер жаз. Жаңағы түсіндіріп шыққан үлгі бойынша біз келесі есепті орындаймыз. Яғни бұл жерде 8 пен 2-ні көбейткенде 16 шығады. Енді осыған байланысты теңдіктерді жазамыз. Ең алдымен көбейткіштердің орнын ауыстырамыз. Көбейткіштердің 2 мен 8-ді көбейткенде 16 шығады. Енді бөлумен алмастырамыз. 16 бөлу 8 тең 2. 16 бөлу 2 тең 8. Дәл осылай 2 көбейту 5 тең 10-ды да осылай істейміз. 5-ке 2-ні көбейтеміз. 10 енді көбейтіндінің мәнін көбейткіштерге бөлеміз. 10 бөлу 2 тең 5, 10 бөлу 5 тең 2. Бұл жерде бөліндінің мәнін көбейтеміз. Бұл жерде 18-ді 6-ға бөлгенде 3 шығады. Одан кейін 3-ке 6-ны көбейтеміз. 6-ны 3-ке көбейтеміз. 18 шығады. 28 бөлу 4 тең 7. Дәл осылай ең алдымен 28-ді 7-ге бөлеміз. Тең 4 шығады. Енді көбейтумен орындаймыз. 7-ні 4-ге, 4-ті 7-ге көбейткенде 28 шығады. Келесі 8 көбейту 4 тең 32. Көбейткіштердің орнын ауыстырамыз. 4 көбейту 8 тең 32. Енді бөлумен орындаймыз. 32-ні 4-ке бөлеміз, 8 шығады. Одан кейін 32-ні 8-ге бөлеміз, 4 шығады. Келесі 4 пен 5-дің көбейтіндісі 20-ға тең. Көбейткіштердің орнын ауыстырамыз. 5 пен 4-ті көбейтеміз, 20 шығады. Одан кейін 20-ны 4-ке бөлеміз, 5 шығады. Одан кейін 20-ны 5-ке бөлеміз, 4 шығады. 15 бөлу 3 тең 5. Бұл жерде 15-ті 5-ке бөлеміз, 3 шығады. Және 5-ті 3-ке, 3-ті 5-ке көбейткенде 15 шығады. 16-ны 2-ге бөлеміз, 8 шығады. 16-ны 8-ге бөлеміз, 2. Одан кейін 2-ні 8-ге, 8-ді 2-ге көбейткенде 16 шығады. Осындай теңдіктер бізде шықты. Келесі номер 329 бет. Бұл жерде әрқайсысы 3-ке тең 4 қосылғыштың қосындысын жаз. Қосуды көбейтумен алмастыр. Өрнектің мәнін тап. Әрқайсысы 3-ке тең 4 қосылғыштың қосындысын жазамыз. 3 қосу, 3 қосу, 3 қосу, 3, 4-еуін жаздық. Енді осылардың қосындысы нешеге тең? 3-ке 3-ті қосамыз, 6, 6-ға 3-ті қосамыз, 9, 9-ға 3-ті қосамыз, 12. Енді осыны көбейтумен алмастырамыз. Яғни біз 3-ті өз-өзіне 4 рет көбейттік. Яғни 3 көбейту 4 тең 12. Көбейтумен алмастырдық. Келесі номер 4-ші есепке назар аударайық. Бұл жерде сіздерге 9 бөлу 3, 16 бөлу 4, 18 бөлу 6 өрнектері берілген. Осылар дөңгелектерді пайдаланып бөлуді орындау керек. Бұл жерде мен дөңгелектерді белгіледім. Енді сіздер 9 дөңгелекті 3 дөңгелектен бөліп тастау керек. Яғни бізге 3 жәшік қорап қажет болады. Оған енді 3-3-тен бөлейік. Сонда бізде қандай өрнек пайда болды? 9-ды 3-ке бөлгенде 3 шығады. Яғни біз 9 дөңгелекті 3-3-тен бөліп салған кезде бізге 3 қорап қажет болды. Келесі 16-ны 4-ке бөлеміз. Яғни бізде 16 дөңгелекті аламыз. Оны 4-4-тен бөлейік енді. 16-ны 4 дөңгелекті бірінші қорапқа, келесі 4 дөңгелекті екінші қорапқа, келесі 4 дөңгелекті үшінші қорапқа және 4 дөңгелекті
төртінші қорапқа салдық. Енді өрнекті құрастырайық. 16 бөлу 4 тең бізде 4 қорап қажет болды. Яғни 16-ны 4-ке бөлген кезде 4 шығады. Яғни біз 16-дан 4-ті 4 рет азайттық. Көбейтумен тексеретін болсақ, біз 4-ті 4-ке көбейтеміз, сонда 16 шығады. Келесі 18 бөлу 6 өрнегін сіздер видеоны тоқтатып қойып, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Видеоны жалғастырып, жауабын тексеріп алыңдар. Ал түсіндірейік, 18 дөңгелек берілген. 18 дөңгелекті біз 6-6-дан бөліп тастаймыз. Яғни бірінші 6 кетті, екінші 6 кетті, үшінші 6 кетті. Сонда бізге неше жәшік қажет болды? Әрине 3 жәшік қажет болды. Сонда біз 18-ден 6-ны алып тастадық. 6, 3 рет 18-ден 6-ны 3 рет алып тастаған кезде 0 шығады. Сонда біз 18-ді 6-ға бөлгенде 3 шықты. Жауаптарыңыз дұрыс болса, онда жарайсыздар. Келесі номер 5. Бұл жерде 7 қосу 7 қосу 7 қосу 7 қосындысының мәнін тап. Осы өрнекті көбейтінді түрінде жаз және оның мәнін тап дейді. Қандай теңдік шықты? Осы теңдікпен өзара байланысты екі теңдік жаз. 7 мен 7-ның қосындысы 14. 14-ке 14-ті қосамыз, 28 шығады. Енді осыны көбейтінді түрінде жазайық. Яғни біз 7 санын өз-өзіне 4 рет көбейтеміз. 7-ні 4-ке көбейткенде 28 шығады. Енді өзара байланысты екі теңдік жаз дейді. Бұл жерде біз көбейткіштердің орнын ауыстырамыз. Яғни 4 пен 7-ні көбейтеміз, 28. Көбейтіндінің мәні өзгерген жоқ. Енді осыны бөлінді түрінде жазайық. Ең алдымен 28-ді 4-ке бөлеміз, 7 шығады. 28-ді 7-ге бөлгенде 4 шығады. Теңдіктерді жаздық. Келесі номер 6-шы есепте сіздерге ойын берілген. Бұл жерде сурет сағат берілген. Сағат тілінің бағытымен бір санынан бастап екіге дейін қоса отырып, дөңгелек бойымен 2 айналым жаса. Мысалы, 1 қосу 2 тең 3 деп жалғастырамыз. Осы сандарға сәйкес әріптерден балалар ойынның атауын құрастырып көр дейді. Ең алдымен бізде бір саны берілген, оған А әрпін белгілеп қойдық. Енді осы бірден бастап екі-екіден қосып отырамыз. Бірге 2-ні қосамыз. Бірге 2-ні қосқанда 3 шықты. 3-тің тұсында Қ әрпі. Келесі 3 қосу 2 тең 5-ке тең. Ол С әрпі. Келесі 5-ке 2-ні қосамыз. 7 шықты. Ол бізде Е әрпі. Келесі 7-ге 2-ні қосамыз. 9. Ол бізде Р әрпі. 9-ға 2-ні қосамыз. 11 шықты. Е әрпі шығады қайтадан. Одан кейін 11-ге 2-ні қосамыз. К әрпі шығады. Одан Ақсерек деген ойынның атауы шықты. Бұл бізде біз бір айналым жасадық. Енді екінші айналымды жасаймыз. 13-ке 2-ні қосамыз. К әрпі шықты. 15-ке 2-ні қосамыз. 17 шықты. Ол бізде Ө әрпі. 17-ге 2-ні қосамыз. 19 шықты. Ол К әрпі. 19-ға 2-ні қосамыз. 21. 21-ге 2-ні қосамыз. 23. Келесі Е шықты. 23-ке 2-ні қосамыз. 25. Ол Р әрпі.
25-ке 2-ні қосамыз, 27 ол Е әрпі, 27-ні 2-ке қосамыз, одан 29 шығады, К әрпі шығады. Яғни бізде балалар ойыны ақсерек пен көксерек деген ойын шықты. Қызықты ақпарат көбейту және бөлу таңбаларын неміс математигі Готфрид Вильгельм Лейбниц енгізген екен. Назарларыңызға рахмет.